Эдогава Рампо. Егіздер. Бірінші бөлім. Өлім жазасына кесілген бірадардың жаназасы. Әулие-кей, міні дегенше құшағын айқарашып, ажал мені бауырына басқалы тұр. Соңғы сәттерімді пайдаланып, сізбен арыздасып қалайын деп едім. Осынау өмірімде істеген бар күнәларымды мойындап, қалған санаулы сағаттарымды ар алдында таза өткізгім келеді. Бәлкім сіздің алтын уақытыңызды алармын. Алайда мендей ажалды пендеңіздің жүрегінен шыққан соңғы сөзін тыңдауыңызды сұраймын. Қараңғы қапаста қамалып отырғанымның себебі, аса ауыр қылмысым үшін өлім жазасына кесілдім. Сейфтен 30 мың иенді жымқырып, ол аз десеңіз, кісі өлтіргенімді дәлелдеп отырса, қалайша сытылып шықпақпын. Айналамдағылардың ешқайсысы мені мұндай іске барады деп ойламаса керек. Ал шын мәнінде мен бұдан өткен ауыр жазаға лайықтымын, және оған ешкім араша бола алмайды. Бірақ бар мәселе мұнда емес. Ешбір пенде тәкаппар өлімнің алдында дәрменсіздік танытып, жағымсыз естеліктер қалдырғысы келмейтін шығар, бәлкім. Мен сол себепті осы уақытқа дейін әйелімнің ештеңе білмегенін қаладым. Бөрік астына бөлтірікті жасырамын деп қаншама азап шектім десеңші. Сот залында менің елге мәшһүр қылмысымнан басқа ештеңені де дәлелдей алмады. Тіпті өлім жазасынан құтылмасымды білген күннің өзінде де мойындауыма болар еді. Бірақ өзге түгіл өзімнен жасырған менің үлкен құпия қылмысым тілімнің астына тығылып қалды. Енді міне, мен қазір бәрін басқаша бағамдай бастадым. Әулие-кей, менің әйелім өмір бойы өзінен жасырып келген бар шындықты сізден білгенін қалаймын. Соңғы минуттары соққан сәтте шаруасы біткен қаскүнемнің де адамгершілігі оянады екен ғой. Өзіммен бірге көрге осы бір жаға ұстатар құпиямды ала кетсем, нағыз жексұрынның өзі болар едім. Онымен қоса өлтірген адамымның кегі мен одан әрмен үрейлендіруімді қояр емес. Жоға, 30 иен үшін жанын жаһаннамға жіберген бақытсыз жайлы айтып отырғаным жоқ. Бұл қылмысымды мойындап қойғаннан кейін бе, әйтеуір иығыма аса ауыр жүк болып отырғанын сезіне алар емеспін. Ал осыдан бірнеше жыл бұрын істеген қылмысым алқымымнан алып, жаныма маза берер емес. Өз қолыммен кеудесінен жанын суырып алған адам менің туған ағам болатын. Иә, ол маған барынша ағалық қамқорлығын танытып жүрді. Ал мен оған іні болып жарытпадым. Ең қызығы, біз жарық дүние есігін бір сәтте ашқан егіздер болатынбыз. Жалғасы бар.